Кеш жарық жаза орнына ем. Астанада 5 жасар баланың бетін пышақпен тілген жас өспірім жауапкершілікке тартылмайды. Жәбірленушінің анасы не дейді? Жаза орнына мәжбүрлі түрде емдеуге жіберді. Астанада тұрғын үй лифтісінде 5 жасар баланың бетін пышақпен тілген жас өспірім қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Биологиялық ананың бізге беймәлім сыры ашылды. Қарағандылық келіншек нәрестені бөтен отбасына сыйға тартқан болып шықты. Енді бұған дейін баланы сату бабымен қаралған істің бағыты өзгерді. Қауіпті контенттің соңы колония. Әлеуметтік желіде терроризмді ашық насихаттаған Шымкент тұрғыны сотталды. Оған сот 7 жыл үкім кесті. Қалтаны қаққан төлем қазақстандық тұтынушылар электр қуатына 35 миллиард теңге артық төлеген. Бұл қаражат кері қайтарыла ма? Шегіртке тағы егіс алқаптарына шабуыл жасай бастады. Бұған шаруалар шырылдап жатыр. Зиянкесті улауға 7 миллиард теңге бөлінді. 7-ші арнада кешкі жаңалықтар. Оксана Петерспен. Жаза орнына мәжбүрлі түрде емдеуге жіберді. Астанада тұрғын үй лифтісінде 5 жасар баланың бетін пышақпен тілген жас өспірім қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Ал 5 жасар баланың жағдайы қалай? Қандай ем алып жатыр? Инара Барсақбаевадан білейік. Астанада 5 жасар бүлдіршіннің бетін пышақпен тілгілеген жас өспірімге қатысты сот үкімі шықты. Кәмелетке толмаған бала қылмыстық жазадан босатылып, мәжбүрлеп емдеуге жіберілді. Сот қаулысына сәйкес жас өспірімге Талғар ауданы Ақтас ауылындағы ұдайы бақыланатын мамандырылған үлгідегі мекемеде станционарлық емдеу тағайындалды. Қаулы заңды күшіне енген жоқ. Жәбірленушінің анасы сот шешімімен келіседі, апелляциялық шағым түсірмейді. Жасөспірім психоневрологиялық есепте тұрғандықтан қылмыстық жауапқа тартылмайтынын да білген. Басты арманы баласының тезірек сауығып кетуі. Өйткені 5 жасар батыр қазір лифтіге мінуге қорқады. Далаға да жалғыз шықпайтын болған, қатты үрейленеді. Карточке қарағанда күлі қорқатын эмоцияларды, сондайларды алып жатыр, карточкаларды раскладывать еткенде. Қорқыныш бар, әлі оны психотерапевт айтты. 3 айда пока результат көріп тұрған жоқпыз, ешқандай. Сол жағы әлі істемей тұр. Сондықтан енді шетелге апарамыз деген шешімге келдік. Лифтідегі қайғылы жағдайдан кейін кішкентай батыр біртіндеп оңалып келеді. Анасы бізге берген сұхбатында бірақ баласына әлі де кешенді медициналық ем-дом керектігін айтты. Толық сауығып кету үшін сол жақ бетіне хирургиялық операция жасатуға қажет. Сондықтан бүлдіршіннің анасы қазір Израиль, Корея, Ресей елінің дәрігерлерін қарастырып жатыр. Ал шетелде емдету арзан емес екені белгілі, сондықтан батырдың анасы баласының еміне қайырымды жандардан көмек сұрайды. Естеріңізге сала кетейік, оқыс оқиға жыл басында Астанадағы көп қабатты тұрғын үйлердің біріндегі лифт ішінде болған еді. Психикалық ауытқуы бар жасөспірім 5 жасар балаға тиісіп, бетін пышақпен тілгілеген. Инара Барсақбаева, Берік Нұрсәлімов, 7-ші арна. Қарағандыда жаңа туған сәбилерді сату ісі күтпеген сипат алып басқа бағытқа ауысты. Адвокат айыпталушылардың нәресте үшін ақша төлемегенін, керісінше балаларды сый ретінде алғанын дәлелдеп шықты. Осыған байланысты айыптау қайта сараланды. Енді іс сатып алу, сату емес, сыйға тарту ретінде қарастырылады. Естеріңізге сала кетейін, оқиға 2021 және 23 жылы болған. Тергеудің бастапқы нұсқасымен көп балалы әйел бала көтер алмаған отбасыға нәресте қызды, кейін тағы бір ерлі зайыптыға ұл баланы сатқан. Күдікті бұл істі перинаталдық орталықтағы таныс мейірбике арқылы жүзеге асырған. Болжам бойынша әр баланы 3 миллион теңгеге айырбастаған. Қазір сот алдында биологиялық ана, мейірбике және 2 отбасылық жұп отыр. Родителями приемными мам. Асыраушы 2 ата-анамен биологиялық ана бұл әрекетке мейірім мен балаға деген сүйіспеншілікпен барған, себебі нәрестенің балалар үйіне емес, ана құшағына түскенін қалаған. Мысалы, менің қорғауымдағы отбасында қыз бала қазір 4 жаста. Сотта сөйлеген психолог маман баланы бұл отбасынан айыруға мүлде болмайды деп те айтты.
6 жылдан бері ұстатпай жүрген Талғатардан қолға түсті. Астана ЛРТ-нің бұрынғы басшысы Түркияда ұсталды. Анталияда жүрген жерінен қолында кісен салынды. Қазір оны Қазақстанға депортациялау мәселесі шешіліп жатыр. Жалпы ЛРТ ісі бойынша тергеу 5 жыл бұрын аяқталған. 2 жыл бұрын Астана соты оған сырттай 9 жыл үкім кескен. Талғат Арданға ЛРТ құрылысына бөлінген қыруар қаржыны жымқырды деген айып тағылды. Шымкент қаласында ер адам терроризмді насихаттап, ұлтаралық және дінаралық араздықты қоздырған үшін сотталды. Ол әлеуметтік желіде арна ашып, халықаралық экстремистік ұйымның идеологиясын дәріптейтін бейне роликтер жариялаған. Ұлт пен ұлысты, этнос пен түрлі дін өкілдерін шағыстыратын жазбалар таратқан. Тергеуде кінәсі толық дәлелденіп, сот 7 жыл үкім кесті. Өзінің кінәсін толық мойындап, оны қылмыстық жауаптылық болатын білмейтін, соның сотта өзінің уәждерін көрсетіп, кінәсін толық мойындап, сот оны кінәлі деп танып, 7 жылға бас бостандығынан айыру жаза тағайындады оған. Кінәсін толық мойындаған, бұрын сотта болмаған, оның бәрін еске назарға алып, сот оны бас бостандығынан айыру жазаға тағайындаған. Ақтөбе облысында қызғалдақпен суретке түсіп, әлеуметтік желіге жариялаған округ әкімі жауап беріп жатыр. Мемлекеттік қызметкер кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу және күтіп бағу міндетін орындамаған деп айыпталды. Алайда әкім бұнымен келіспейді. Табиғат аясындағы отбасылық демалыс кезінде дала гүлдерін оған кішкентай қыздары сыйлаған, ал анасы өсімдікті жылуға болмайтынын ескертпеген. Сотта қызғалдақтың бұл түрі қызыл кітапқа енген енбегенін тәртіп сақшылары айта алмады, себебі сараптама жүргізілмеген. Жалпы елімізде қызғалдақты жұлған үшін 11 миллион теңге айыппұл қарастырылған. Қыздарымның әрекеті табиғатқа зиян келтіру емес, анасына қуаныш сыйлау мақсатында еді. Алайда қыздарыма гүл жылуға болмайтынын ескерттім. Құрметті сот, мен заңсыз әрекет жасаған жоқпын. Біз отырған аймақ ешқандай қорғалатын, ерекше белгісі бар аумаққа жатпайды. Малдар жайылып жүрген жайылым жер. Шымкентте полицейлер тәртіпсіз жүргізушілердің соңына түсті. Жедел басқару орталық арқылы жол ережесін елемеген көлік жүргізушісін ұстады. Бейне жазбада ер адамның жол белгілерін елемей, бағдаршамның қызыл түсіне өтіп, қарсы бетке шыққанын анық көруге болады. Тексеру кезінде оның бұрын көлік жүргізу құқығынан айырылғаны белгілі болды. Бұзақылығымен жол ережесін өрескел бұзған үшін қамалды. Құқық бұзушының қоғамдық тәртіпті бұзған ұсақ бұзақылық жасаған үшін 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынған хабарланады. Қалалық полиция департаменті азаматтарды жол қозғалыс ережелерін қатаң сақтауға, жолда сақтық танытуға және құқық бұзушылықтарға жол бермеуге шақырады. Қызылордада 9 ай бұрын тоққа түсіп көз жұмған балаға қатысты іс әлі тергеліп жатыр. Жеткіншек дүкен жанындағы желдеткіштің ашық-шашық жатқан электр сымын абайсызда ұстап, жан тапсырған еді. Баланың отбасы бұл істің сотқа тезірек жетуін сұрайды. Соза берсең тоза береді. Тергеудің бұлай жалғаса бергені біздің көңілімізге күдік ұялатады дейді баланың ата-анасы. Қалалық прокуратураға да арыз жаздым, облыстық прокуратураға да арыз жаздым, ГОБД-ға да арыз жазып жатырмын. Барасың, барған кезде сені жаңа шарт салады, я болады, әні міне деп 2-3 күннен кейін істің жағдайын сұрайын десең, я тергеуші жауап бермейді, я бастығы жауап бермейді. Баланың электр тоғының әсерінен көз жұмғанын сот медициналық сараптамасы да дәрігерлерде растаған. Полиция бұл оқиға бойынша тергеу амалдары жүріп жатқан хабарлады. Қылмысты жан-жақты және объективті түрде тергеп тексеру жүргізіліп жатыр. Соңында заңды шешім қабылданады. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес қылмыстық іс жүргізу желісі тергеу құпиялығына байланысты жарияланбайды. Шаруаға арналған жағармай түрлі түсті болады. Шымкент зауытынан шыққаны көк, Атыраудікі сары, Павлодардікі қызыл. Бұл дизель отынның коммерциялық нарыққа сатылуын тоқтатама. Қалай ойлайсыз? Бүгінгі сауалнаманың тақырыбы осы. Арнамыздың ресми телеграм парақшасына өтіп, 4 жауаптың біреуін таңдап дауыс беруіңізді сұраймыз. Оған экрандағы QR код арқылы өтуге болады. Хабарымыздың соңында тақырыпқа қайта ораламыз.
Тұрғындар электр энергиясына шамамен 35 миллиард теңге артық төлеген. Заң бұзушылықты жоғарғы аудиторлық палата анықтады, бірақ энергетика министрлігі халыққа ақша қайтарылмайды, қайта есептеу жүргізілмейді деп хабарлады. Себебін айтпай қойды. Елдің энергетика саласын тексерген аудиторлар анықтағандай тарифтері қоғамдық тыңдаусыз бекітіледі. Смета мен есеп мүлдем жарияланбайды, ал тариф электр компанияларына ыңғайлы формуламен бекітіліп келген. Жоғарғы аудитор Әлихан Смайылов майнерлер электроэнергиясын бақылаусыз пайдаланып жүр. Энергетика министрлігі кейбіреулерге халық есебінен ештеңе істемей табыс табуға мүмкіндік беріп отыр деп мәлімдеді. У вас должен быть мониторинг со стороны министерства. Энергетика министрлігі өндіріс көлеміне, тұтынуға және нақты тарифтерге мониторинг жүргізуі тиіс. Аудит деректеріне сәйкес майнерлер бірыңғай сатып алушыны айналып өтіп, 1 миллиард киловатт сағатқа дейін электр энергиясын тұтынып отыр. Энергия тапшылығы жағдайында майнерлердің электр қуатын осылай бақылаусыз тұтынуына қалай жол беруге болады? Бұл халық есебінен еш қиындықсыз пайда табудың жолы. Ал сіздер бұған жол беріп отырсыздар. Бақылаудың тиімді механизм жоқ. Биыл елімізде картоп былтырғыдай қымбат болмайды, өйткені картоп алқабы 9000 гектарға дейін ұлғайтылып жатыр. Бұл жайында үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров айтты. Ведомство басшысының мәліметінше бұл ішкі нарықты толық қамтуға тиіс. Өткен жылы Қазақстан 2,600,000 тонна картоп жинап, 600,000 тоннасын экспортқа жөнелткен. Бірақ Өзбекстан тарапынан сұраныс артқандықтан біздегі картоп бағасына әсер еткен. Ендігі жерде өнімді сақтау үшін көкөніс сақтау қоймалары салынып жатыр. Ал дәл қазір сатылымдағы жас картоптың бағасы әлі де қымбат. Отандық өнім болса да келісі 390-400 теңге. То есть есть дополнительные затраты на технологию. Жаңа картоп бағасының қымбат болуы өсіру технологиясына байланысты. Өнім Түркістан облысына жеткізіліп жатыр. Алқаптан енді ғана жиналған картоптың қабығы жұп-жұқа, көктемгі дақыл. Арнайы жабындымен жауып баптаған. Сондықтан оған шығыны да қосылады. Шегіртке тағы шабуыл жасай бастады, бұған шаруалар шырылдап жатыр. Зиянкесті улауға биыл республикалық бюджеттен 7 миллиард теңге бөлінді. Шегіртке қазірдің өзінде 2 миллион гектар жерге жайылып үлгерген. Әсіресе Түркістан мен Жамбыл облысында көп. Қазір 443 бүркіш техника мен 5000-ға жуық маман алқапты дәрілеп жатыр. Бұл ретте Өзбекстан және Ресей мен шекаралас аймақтарға аса мән берген дұрыс, себебі көршілес ел зиянкеспен күресті күшейткен. Яғни салалық министрлікке осының алдын алу тапсырылды. Сондықтан жерде ешқандай қауіп жоқ. Күнделікті жұмыста біз оны бақылауда ұстаймыз. Шекарада басталып кететін болса, өзіміздің техникамызды дайын тұру жерде. Самолеттарымыз да, дрондарымыз да барлығы бар сол жерде. Бүгінде Қостанайдан Рудныйға жылдам әрі арзан жетудің жолы нөмірі 120-шы автобус бағыты. Ол екі қала тұрғындар арасында кеңінен танымал, сөзімізге дәлел болсын, былтыр бұл бағытпен 800 мыңнан астам жолаушы қатынаған. Бірақ осындай сұранысқа ие болса да, тасымалдаушы мекеме әлі күнге дейін мемлекеттік қолдаусыз қалып отыр. Қостанай мен Рудный арасында қатынайтын нөмірі 120-шы автобус бағытының іске қосылғанына 3 жылдың жүзі болды. Күн сайын 4 автобус жолға шығып, жүздеген жолаушыны діттеген жеріне жеткізеді. Былтырдың өзінде бұл бағытпен 800 мыңнан аса адам қатынаған. Тұрғындарға қол жетімділікті арттыру мақсатында 2024 жылдың күзінде ол әлеуметтік маңызы бар бағыт ретінде де танылған болатын. Бірақ мемлекеттік қолдау әлі жоқ дейді тасымалдаушылар. Бұл бағыт әлеуметтік маңызы бар деп танылғаннан кейін 7 жұмыс күн ішінде жергілікті билік пен тасымалдаушы арасында келісімшарт жасалуы тиіс. Бірақ бұл жерде әрекетсіздік пен созбалаңға салу байқалады. Мемлекеттік субсидия мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппады. Бір ғана бағыт үшін бюджеттен табылмағаны ма? Сондағысы жылына 30 миллион теңгеге жетер-жетпес қаржы керек. Субсидияға өтінішті тасымалдаушы компания 2023 жылы беріп қойған. Ол сол кезде мақұлданғанымен келісімшарт жасалмаған. Әкімдіктегілер болса, бұл бағыттың әлеуметтік мәртебесі ресми түрде тек былтыр күзде ғана бекітілгенін алға тартып отыр. Сол себепті де биылғы бюджетте қаржы қарастырылмағанын айтады. Мәселені шешу үшін жергілікті шенеуніктер билет бағасын көтеру керек дейді.
Повышение тарифа связано с... Биыл әлеуметтік маңызы бар бағыттарды субсидиялауға облыстық бюджеттен қаржы бөлінбеді. Тарифтің көтерілуі де сондықтан. Қажетті қаражат мөлшері 7,9 миллиард теңгені құраса, бөлінгені небәрі 2,1 миллиард теңге. Облыстық жолаушылар көлігі басқармасының дерегі бойынша өңірде 23 аудан аралық бағыт бар. Оның жартысы мемлекеттен субсидиялады. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 180 миллион теңге қарастырылған. Бірақ нөмірі 120 бағыт Қостанай қаласының құзырында. Сондықтан аудандардан оған қаржы бөлінбейді. Рудный маршрут он является. Нөмірі 120 бағыты бойынша келісімшарт Қостанай қаласымен жасалған. Әлеуметтік маңызында солар бекітті. Сондықтан субсидия мәселесін жергілікті атқарушы орган шешуі тиіс. Қаржының жоқтығын алға тартқан әкімдік тығырықтан шығудың жалғыз жолы тарифті көтеру дейді. Енді жол ақысы 340 теңгеден 460 теңгеге дейін өсуі мүмкін. Тасымалдаушы компанияда мұндай шешіммен келіспейтінін айтады. Жол жүру билеті 500 теңгеге жуықтаса, жұрт жаппай автобустан таксиге көшуі мүмкін. Соның салдарынан қыруар шығынға ұшырап, мекеменің жабылып қалу қаупі бар. Ғани Мұқашұлы, Татьяна Калюжная, Виктор Ваташко, 7-ші арна, Қостанай. Талтеректің орнына көлік бекеті. Ақтөбеде кәсіпкер жайқалып тұрған жасыл желекті аяусыз кесіп жатыр. Бұған жергілікті тұрғындар наразы. Әкімдік әуелде 5 ағаш кесуге рұқсат берген, бірақ кәсіпкер бұдан 4 есе көп отап үлгерді. Тіпті жұрттан жасыру үшін аумаққа темір қоршау орнатқан. Бизнесмен жалға алынған 12 соттық жер теліміне техникалық қызмет көрсету кешенімен көлік жуу орнын салуды көздейді. Жергілікті билік болса, бұл мәселені шешуге уәде еткен. Жалпы заңсыз ағаш кескендерге әкімшілік және қылмыстық жаза қарастырылған. Айыппұл көлемі 600 мың теңгеден асады. Талды қопарып атқанын айтам. Сен әуелі деген қоршап ал. Сосын халықпен сөйлес. Білмеймін, біздерді деген адамға саламайды. Сосын біздің Ақтөбеде қалай көктем басталады, өздеріңіз де көріп жүрген шығарсыздар. Мыңдап тал егеді. Ол талдың бәрі солып қалады, суарылмағандықтан келесі жыл тағы да егеді. Қайта өсіре алмай жатқанда мына өсіп тұрған үлкен биік талдарды қандай жүрекпен нетіп шауып отыр. Сауалнамаға қайта оралайық. Шаруаға арналған жанармай түрлі түсті болады. Шымкент зауытынан шыққаны көк, Атыраудікі сары, Павлодардікі қызыл. Бұл дизель отынның коммерциялық нарыққа сатылуын тоқтатама. Арнамыздың ресми телеграм парақшасында өзекті тақырыптар бойынша сауалнама жалғасып жатыр. Нәтижесін 19:30-да жариялаймыз. Бізге сіздің пікіріңіз маңызды. Назарларыңызға рахмет. Жүздескенше.